Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Колокольчик белгісін басып қойсаңыздар, менің кейінгі видеоларым сіздерге уведомление болып барып тұрады. Енді бүгінгі біздің сіздермен жасайтын бір осы гүлдерге арналған сусын, ол өте бір қызық әдіс көрсеткім келіп отыр мен сіздерге. Егер гүлдеріңіз әлсізденіп, жапырақтары сарғайып, қурап, жапырақтарында қара дақтар пайда болса, гүлдерді тез арада аман сақтап қалу үшін осы әдісті біз осы гүлдерімізге пайдалансақ болады. Көбінесе біздің гүлдеріміз хлороз ауруына ұшырап, содан гүлдердің өсу процесі баяулайды, жапырақтары сарғайып, әлсіреп, бозарып, бізге гүлдер белгі бере бастайды. Мен әлсіреп тұрмын, маған көмектесші деген сияқты. Сол кезде біз осы әдісті пайдалансақ болады. Тот басқан шегемен гүлдерді емдеп алу 100% қауіпсіз және де сонымен бірге өте тиімді әдіс. Бұны гүл өсірушілер гүлдеріне пайдаланады. Одан қорқпасаңыздар болады. Міне мен мына жерде жасап қойдым. Мынандай тот басқан шеге. Міне көрсеңіздер. Енді бұл тот басқан шегені біз алдын ала бір күн бұрын суға салып қоямыз. Суға салғаннан кейін мына шегенің бойында тоттың барлығы мынау суға шығады. Өздеріңіз көрсеңіздер, су сапсары болып тұр, Су сапсары болып тұр. Осы тоттардың бәрін суға шығару керек. Міне енді бір күн бұрын осылай 4-5 шегені салып мен қойдым. Бұл бір күн тұрды. Бір күннен кейін міне осындай болып суымыз сарғайды. Енді бұл шегелер әртүрлі болуы мүмкін. Мен осындай шегелер тауып алып салдым. Мысалға, кішкентай шегелер болса, оны молдау салсаңыздар болады. Енді бұл гүлдердің тез оңалу үшін бұл әдісті біз 1-2 рет пайдалансақ болады. Мысалға, арасына 2 жет салып құйсақ, біздің гүліміз қайттан өз қалпына келіп, әдемі рең беріп, қайтадан жақсы өсе бастайды. Бұл жерде енді жаңғыз тек бұл шеге емес, мысалға үйлеріңізде шеге болмай жатырса, қандай да бір темір болса да жарайды, сол тот басқан темірді осындай суға салып қойып, сөйтіп те гүлдеріңізді құйсаңыздар болады. Мысалға, біз бұрыннан естейміз, бала кезімізден естейміз, қазір де естіп жатырмыз. Бақта біздер жеміс ағаштарының түбіне осындай темір көміп жатады. Ол ағаштың жақсы өсіп, жақсы жеміс береді деп. Сондай әдісті біз үй гүлдеріне де пайдалансақ болады. Мен біраз жерден оқып, ізденіп көрдім. Қорқпай сіздер де бере берсеңіздер болады. Енді осыны мен мынау дайындап қойған жарты литр суға құямын. Мынандай біздің шегеміз қалды. Судан бөліп алдық. Енді осы суды гүлдерімізге берсек болады. Бұл шегенің, тот басқан шегені біз неге гүлдерге береміз? Өйткені гүлдердің жапырақтары әртүрлі жағдайдан, әртүрлі себептерден сарғаюы мүмкін. Мысалға, азот жетіспегендіктен сарғаюы мүмкін, темір жетіспегендіктен сарғаюы мүмкін, калий, магний жетіспегендіктен сарғаюы мүмкін. Көбінесе біз осы үй гүлдеріне болсын, дала гүлдеріне болсын, жемістегі жаңа кәдімгі бау-бақшадағы біздің өсіріп жатқан көкөністеріміз болсын, жеміс ағаштары болсын, барлығына жетіспейтін осы азот, фосфор, калий, магний, темір. Осылар жетіспейді. Сол жетіспегендіктен олардың жапырақтары сарғайып, жеміс бермей, түйнектеріне қара дақтар пайда болып, мысалға бау-бақшада біздің көкөністеріміздің сондай жағдайға душар болады. Сондықтан да бұл темірді де біз үй гүлдерімізге қорқпай бере берсек болады. Бұны для профилактики дейді ғой, алдын ала сау гүлдерге де беріп қойсақ жақсы болады. Қорқпаңыздар. Мен мына гүлдеріме, осы гүлдерім енді ауырып тұрған жоқ менің. Негізі көбінесе ауыратын спатифилум, әйел бақты гүлі ауырады, жапырақтары сарғайып, ер бақты гүлі ауырады. Сол гүлдерге берсеңіздер өте тамаша болады. Бұл тот басқан темір гүлдердің топырағын темірмен және кислородпен байытады. Сөйтіп біздің гүлдеріміз осы
судың арқасында темірмен қоректеніп, арман қарай жақсы өседі. Енді бұл темірді бір әдіс қой, мынандай суға салған. Енді екінші әдісі де бар. Ол кәдімгі тот басқан темірді бірден гүліміздің мынандай қылып топырағына салып қойып, артынан кейін топырағы кепкеннен кейін бұл гүлге біз су құйсақ, мына шегедегі тот ол мына топырақта ыдырап, гүлдің тамыры содан су ішіп, өзін жақсы сезінетін болады. Егерде үйлеріңізде тот басқан шеге болмаған жағдайда, кәдімгі таза шегені алып, 1 литрлік баклажкеге 1 литр су құйып, сөйтіп жаңағы шегені баклажкеге салып, аузын жауып 2-3 күнге қойсаңыздар, шеге бірден тоттанып, мынандай суларыңыз осындай сап-сары болады. Содан кейін барып, сол суды гүлдерге береміз. Міне, мен сіздерге осындай бір өте қызық гүлдерге пайдалы әдісті көрсеттім. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Егерде сіздерде гүлдеріңіз әлсіреп тұрса, осы әдісті пайдаланып гүлдеріңізге берсеңіздер болады. Қорықпаңыздар, бұл өзі 100% жаңа мен айтып кеттім. Қауіпсіз, бұл сусын, сондықтан да осындай сусынды тот басқан шегеден де біз гүлдерімізге беріп тұрсақ болады екен. Пайдаланыңыздар, сіздер де көріңіздер. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.